Беляши жасауға қорқамын, шикі болып қалады деп ойлайтын болсаңыз, дәл осы рецептпен жасап көріңіз. Ең алдымен ыдысымызға суды құямыз, үстіне тұз, ашытқы, қант, сұйық май барлығын жақсылап араластырып, ұнымызды бөліп салатын боламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Сұйық майды сеуіп, тағы бір жақсылап араластырып, қамырымызға сіңдіріп, бетін жауып қойып қоямыз. Көтерілген қамырды қолымызды майлап алып, тура видеода көрсетілгендей етіп бөліктерге бөліңіздер. Бетін жауып қойып қойыңыздар. Осы аралықта ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Фаршқа пиязды қосып, дәміне қарата тұз, қара бұрыш қосып араластырамыз. Көтерілген қамырымызды қолымызды майлап алып, жайып шығамыз. Оқтауды пайдаланудың қажеті жоқ. Ортасына фаршты саламыз. Жақсылап түйемізді қайтадан көтерілуге жібереміз. Барлығын түйіп шығам дегенше, бірінші сіздің жасағаныңыз уже көтеріліп дайын тұрады. Көтерілген қамырды қолымызбен ақырын ғана басып жайып шығатын боламыз. Табамызға майымызды құйып қыздырып аламыз. Міндетті түрде қызған майдан кейін орташа отта ғана пісіріп алатын боласыздар. Екі бетін қызартып пісіріп алыңыздар. Осымен біздің беляшиіміз дайын болды. Ортасы пісіп, фарштың суы шығып, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.